жерінде мынандай қойып болады, жаңа қойып көздеуге ыңғайлы, яғни былай көздегенде ыңғайлы. Так, мынаны орнына ауыстыру керек, оны қалай екен сосын көріп аламын өзім. Так, енді мылтықты құрастырайық. Жақсылап қатырамыз. Тоқтағанға дейін. Қатты күш салдым қажет жоқ, осы саусақтың күшімен ақ жетеді. Так, мінекей достар. Мылтықтың ұзындығы. Мінекей басыммен ана көздеу үшін басымды қатты еңкейтуім керек екен. Бүйтіп тез алған кезде, бүйткен кезде көздеген жақсы. Стол биік тұр осылай кезде. Осы кезде биік болады екен. Сол үшін мен столды мына жерден бір алған кезде мынаны сәл төменге түсіруім керек қой. Шамалы төменге түсірсем сол кезде жақсы болады. Так, енді бұл инерциялық дедім, яғни оқтың күшімен, яғни бұған 4+1, яғни мына патроникке 4 оқ, және мына стволда 1 оқ, яғни мына жерге 1 патрон салдыңыз. Мына кнопканы басасыз. Қазір жай плавно істеймін, мына басыңыз. Ствол затвор орнына жатады. Шахет орнына жатады, уже 1 оқ осы ішінде. Одан кейін мына жаққа 4 оқ саласыз. Сонымен 4+1 болды оның үшін. 5 оқ, 5 зарядка, яғни 5 оқ дейтін содан 5 атар. Так, стволдың ұзындығы бізде 81 сантиметр, 81, яғни 810 мм. Ол ең ұзындығы. Негізі столдар 710, 760 және 810 болып бөлінеді. Соның ішінде ең ұзындығы бұл. Так, инерциялық типте, яғни уже құдақай тілді ары қарай итеріп атқаннан кейін оқ автоматты түрде қайта-қайта зарядтап отырады. Мысалы 1 келесі оқ кетті, 2 келесі оқ кетті деп солай 5 рет тоқтамай атасыздар. Одан кейін охотада келатқан кезде атасыз и дальше аяқтан алып қосып сала берсеңіз болады. Так, енді бұл инерциялық тип өте, яғни тазалағанға да өте қандай қатты болмайды, яғни газовый, газ отводныйға қарағанда. Газовыйда мына ішінде цевьон ішінде газ, яғни шламдар жиналып қалады. Ода бұның затворный несі мынаның ішінде орналасқан, ішінде үлкен пружина болады, мына прикладтың ішінде, ол бізге көрінбейді. Яғни осы бұл соған арқылы былай барып қайтып механизм жұмыс істейді, инерциялық, яғни оқтың күшімен атқан кезде оқтың күшімен артқа келіп кетіп отырады. Және яғни бұл мылтықтың бағасы, бағаны айтам дегенде, және балансты айта кетейін. Мылтықтың балансы мен осы жерде орналасқан, яғни мен ардан ұстасам бұл артқа кетеді, былай ұстасам алдыға кетеді. Яғни мына екеуінің қосылған жерінде баланс бар, яғни мен осы жерден ұстасам бұзу тұрады. Ал ол баланс, яғни охотада мылтық атқан кезде өте көмектеседі. Мысалы бүйтіп көздерін дан қаттың, бірақ мына иығын қараңыз, маған келмей тұр, иықтап артады, мен мына жермен тіреп тұрмын ғой. Сол үшін мына прикладты шамалы төменге түсіру керек. Так, соны айттым, 4+1 инерциялық типте бұның бағасы 289 мың теңге. Яғни ол жерде тек наличка қабылдайды екен. 289 мың теңге. Осы мылтықтың бағасы, қара түсте синтетик бағасы. Одан кейінгі камуфляж, яғни Camo Max 5, дәл осы моделдің Max 5-інің 760 стволымен оның бағасы 332 мың теңге. Соны soft touch деген бар, яғни мына ұстайтын жерлері, мына сыртының бәрі кішкене бір резиновый покрытие сияқты жұмсақ болып келеді, яғни ол плюс 5 мың теңге, 337 мың теңге болып тұр. 332, ол 332, ал обычный, камуфляжный обычный Max 5-ті ол 327 мың теңге. Мен шамалы экономдап, сумка, ремень, мынауға экономдап, соны 289-ды алдым. Бұдан арзан тағы бір түрі тұр, 245 мың теңгеге, 245 мыңға ол 20-шы калибр, яғни ол таптырмайды, кейін мысалы қиналып қаласыз дегендей, және ол алысқа атады. Бізге алысқа керек емес, осы 12-ліктің өзінің стволы 81-лік, ол маған жетеді. Сосын оған патрон алдым. Оған патрон алдым, Азот деген русский охотник дейді, 32 граммдық 3,5 мм, тройка 3,5 мм. Мынандай жасыл болып келеді. Патрондар. Азот 12-лік. 12-лік азот, российский, жақсы патрондар, енді бұл жақсы оқтар, яғни 3-тік, размер 3 деп аталады, яғни ұзындығы 70 мм, мына ұзындығы 70 мм, осыны 76 деген болады, сол да бұған келе береді. Так, 32 граммдық, 32 грамм, мына жерде пытырақ, 3,5 мм-ден 32 грамм пытырақ. Бастамасы енді бұл охотничий патрон болып жатыр, бұл да. Одан кейін 35-36 граммдықтар бар, оларда тоже мощный охотничий.
бастамасын осы 32 екен 5 контейнермен. 5 контейнер дегеніміз, яғни мен стволым онсыз да ұзын ғой, маған контейнермен керек емес, өйткені дәл тағы алысқа кетіп қалуы мүмкін, жақын жердегі оқтарға, аңдарға, яғни қоян болсын, не болсын, жақын жерден жүгіргенде, қырғауыл жақын жерден ұшқан кезде тигізу қиындау болады, шама алысқа ұшырып күтіп тұру керек болады. Сол осы патрондарды алдым. Жасыл екен. Керемет сапада. Осылай. Енді осымен охотаға шығатын боламыз, достар. Патронның бағасы, менің бағасы, оқтың бағасы, қазір айтамын сіздерге. Оқтың бағасы бізде 10.000 бір нәрсе теңге, ұмытып қалдым. 10.500 ма сондай теңге тұрады. Бір пачкасы 25 штук болады ішінде, 5 контейнермен. Бұл алысқа да жақынға да бола береді. Контейнер болса, одан алысқа кетеді контейнер аласаңыз. Осы азот деген. Так, одан кейін қазір ана жерде менің бар. Алып жіберейін. Так, осы пакетте мен ремень алдым, осындай қап-қара. Өзім мылтығым қара болғасын, және ішкі беті мынандай жасыл мата. Кожаный ремень мынандай жасыл неге тігілген, яғни мықты. Осы ременьді алдым. Және де смазка Беркут деген обычный осыны берді, жақсы деп. Баллистол емес, осы жақсы деп берді, білмеймін енді. Осымен тазалауға да болады, майлауға да болады, майлап сүріп тастайсыз. Армияда калаш тазартқан сияқты деді, осы үшін бір сөз. Және де мынандай тазартатын комплект, бұл 5000 бір нәрсе теңге тұрады. Мегалай деген италиялық екен, Матик Италия дейді. Ашамыз. Ішінде осындай комплектті. Бұл яғни шомпыл. Мына бірінші мынаумен тазартып аламыз ішінде. Стволдың ішін тазартатын бұл, стволдың ішінде мысалға қорғасын оқтармен атқан кезде соны былай жүгіртіп тазартып аламыз. Екінші смазканы құямыз да. Смазканы құйғаннан кейін мына щетка, осы щеткамен жүгіртіп аламыз стволдың ішін. Үшінші мына полирол тазартады. Және де өзі шомпылы. Жаңағы мылтықтың деревянный бар, яғни прикладта, цевьёсы да деревянный. Ол өкінішке орай бір адамдар бронь жасап кеткен екен. 310.000 теңге тұрады. Осындай мінекей. Ардон столдың ішін тазартуға арналған. Осымен болды. Контроль качества осымен тұра берсе де болады вроде. Ремень тағайын. Так, ремень салып қойдым. Ремень қалай болады екен көрейік. Так, ремеймен дәл осылай охотаға кете береміз. Мінекей. Жақсы, әдемі. Екі қадам қайлы. Кете береміз. Осымен видео аяқталды, достар. Лайк басып, комментарий жазып, және де каналға, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бәріге қолдап кетіңіздер. Достар, сіздерден осындай өтініш, яғни арнаны өзіңіздің осы охотаға қызығатын бауырларыңызға жіберіп таратыңыздар. Және де арнаға тіркеліп, қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіздер, достар. Тезірек 1000 подписчиктен асайық. Құдай қаласа. Жақсы, достар. Әр қазағым бай болсын. Және де еркектер өзі азартник болып келеді ғой. Азартты дұрыстап қойып. Яғни охотаға, балыққа, яғни сондай пайдалы нәрселерге қойайық азартты. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.